Сәлем достар, күріш суының денсаулыққа пайдасы бар ма? Бүгін осы тақырыпты талқылайтын боламыз. Мені жоғалтып алмас үшін лайк басып, каналыма тіркеліп, жаңа видеоларымды көру үшін қоңырауша белгісін басып қойыңыз. Алдағы уақытта денсаулыққа пайдалы кеңестермен көбірек бөлісетін боламын. Ежелгі Қытай рецептілері тәніміздің саулығын сақтайды. Уақыттың өзі тексерген медициналық білім әдеттегі құралдар пайдасын тигізбеген кезде көмектеседі. Қытайлықтар күрішті ерекше жақсы көреді. Бұл тағамды көп тұтынатындар да кездейсоқтық емес. Дұрыс дайындалған күріш өмірді ұзартып, ағзаны қажетті заттармен қамтамасыз етіп отыратын өте пайдалы тағам. Күріш жеп отырған кезде ағзаңыздағы токсиндер сыртқа шығады. Асқазан мен ішек жұмысын ретке келтіреді. Күрішке қарағанда оның суының пайдасы мол. Егер бұрын соңды күріш суының пайдасы туралы естімеген болсаңыз, дәл қазір салауатты өмірге жаңа қадам басасыз. Мінсіз келбет, күш қуат, сау тері күріш суын тұтынатын адамдардың серігі болып табылады. Күріш суы ағзаны көмірсулармен қамтамасыз етіп, асқазан ауруын емдейді. Артериялық қысымды ретке келтіреді. Оба ауруының алдын алады. Мұнымен қатар оның косметикалық қасиеті де бар. Саңлаулардың аузын бітеп, тері түсін біркелкі етіп, майлылық деңгейін азайтады. Арнайы тағамдар шықпаған кезде ата-аналар балаларын осы сусынмен тамақтандырған. Күріш суының арқасында дисбактериоз, дерматит сынды аурулар өте сирек кездесетін болған. Ол өте қарапайым әдіспен дайындалады. Аз мөлшерде күрішті суға салып қайнатыңыз. Бір стақан суға бір ас қасық күріш жеткілікті болады. Қайнатпа түсінің бұлдырлануына мүмкіндік беріңіз. Онымен күніне 2 рет бетіңізді жуыңыз. Бір аптаның ішінде оң нәтижені байқап бастайсыз. Сусын көптеген пайдалы заттардан тұрады. Олар минералдардан, В, Е және С тобындағы витаминдерден, асқазанның шырышты қабығын орап емдейтін ұлпалардан. Сондай-ақ күріш суының пайдалы қасиеттері де бар. Олар ағзаның ішкі энергиясын босатады, тері мен шаштың жағдайын жақсартады, зат алмасуды жылдамдатады, ағзаны уытты заттардан тазалайды, сусыздануды жеңуге көмектеседі. Дәрігерлер бұл күріш суының қасиеттерін баяғыда мойындап атап өткен болатын. Бірақ оны аш қарынға ішуге болмайды. Себебі бұл сұйықтықтың өзіне қарсы көрсеткіштері бар. Олар тоқ ішектің қабынуы, іш қатуға бейімділік және жеке төзімсіздік. Егер сіз күнделікті тамақтану рационына дәнді дақылдардың қайнатпасын қосуды шешсеңіз, оны дұрыс орындаңыз. Сонымен күріш қайнатындысын қалай дайындаймыз? Емдеуге және салмақ тастауға арналған рецепттер. Күріштен сусын дайындаудың көптеген рецепті бар. Яғни қарапайымнан басталып, бірнеше қадамдардан тұратында рецепттер болады. Ең қарапайым рецепт бойынша дайындау. Кастрюльге 2 стақан су құйып қайнатыңыз. Содан кейін оның үстіне 2 шай қасық күріш қосыңыз. Бұны шамамен 40 минут қайнатыңыз. Сосын қайнатпаны суытып сүзіңіз. Бұл сұйықтықты баланың іші өткенде қолдануға болады. Тағы бір рецепт қысу кезінде қолданылады. Бұл рецепт бойынша бізге 1 стақан күріш пен тұз және 1 литр су керек. Алдымен күрішті ұн секілді кофе ұнтақтағышта ұнтақтап алыңыз. Содан кейін суды жылытып, оған ақырындап күріш ұнтағын қосыңыз. Сөйтіп қайнатпаны 5 минут қайнатыңыз да суытып, әр 2 сағат сайын ішіңіз. Салмақ тастау үшін күріш қайнатпасын дайындаудың бірінші рецептісін қолдансаңыз болады. Дегенмен сымбаттылығымен ерекшеленетін азиялық әйелдер оны басқалай дайындайды. 1 стақан күрішке 4 кесе таза су алыңыз. Күрішті суға салып, оны төмен температурада 2-ден 4 сағатқа дейін қайнатыңыз. Сондай-ақ күріш суын дайындаудың басқа тәсілін қолдансаңыз да болады. Мысалы, күрішті қайнатыңызда бетін сүлгімен жақсылап жауып түнге қалдырып қойыңыз. Сонымен қатар, Азияда ашыған күріш сусынын да дайындайды, яғни ферменттелген күріш сусыны. Ашыған су қарапайым қайнатпа секілді дайындалады. Тек әзірлеу кезінде суды көп құйып қою керек. Күріш қайнаған кезде оны кепсермен сүзіп алыңыз. Бізге күріш су керек болғандықтан суда қайнаған күрішті тамақ пісіру үшін қолдансаңыз болады. Ал қайнатпаны ашыту үшін оны 1 тәулікке қойып қойыңыз. Содан кейін ашыту процесін тоқтату үшін сусынды қайтадан қайнатыңыз. Кейін сусын суығанда аздап қолдана берсеңіз болады. Бұл сусын жасартушы құрал ретінде әрекет етеді. Себебі оның құрамында Е дәрумені өте көп. Күріш суын қалай қолдану керек? Құрметті оқырмандар, күріш сусыны 100%-ға әсер етсін десеңіздер, оны дұрыс ішкен жөн.
Асқазан және ішек аурулары кезінде алғашқы рецепт бойынша пісірілген күріш қайнатпасын 2 сағат өткеннен кейін стақанның 1/4 бөлігін ішу керек. Бұл сусынды сирек немесе жиі ішуге болмайды. Себебі оның әсері әлсіз болады, немесе ол дәретті тым қатайтып жібереді. Құсыққа қарсы сұйықтықты әр 3 сағат сайын бірнеше ас қасықтан ішеді. Ал сусынды балаларға беретін кезде дозаны төмендету керек. Оларға бір ас қасықтың өзі жеткілікті болмақ. Бірақ сәбилерге жиі беріп тұруға рұқсат етілген. Арықтау үшін ішкіңіз келсе, таңертеңнен бастап аш қарынға ішкеніңіз жөн. Бұл ағзаға энергия беріп тазартады. Суды күні бойы тамақтанар алдында кішкене порциямен қабылдау ұсынылады. Егер таңғы асты күріш сусымен ауыстыратын болсаңыз, аптасына 1 келі тастауыңыз да мүмкін. Күріш суын бетке маска ретінде де қолдануға болады. Ол үшін күріш суын терге жағыңызда 15-20 минутқа қалдырып, содан кейін таза сумен жуыңыз. Сондай-ақ күріш қайнатпасымен шаш жууға да болады. Сонда шашыңыз үлпілдеп, шылтырап тұрады. Көріп отырғандарыңыздай, күріш суы таптырмайтын сусын. Ол ауру кезінде жақсы көмектеседі және барлық сұлулық салонының орнын ешқандай шығынсыз алмастырады. Азиялық әйелдердің бұл құралды көптен бері бағалағандары да таңғаларлық емес. Ал күріш суының ерекшелігі мұра ретінде қазіргі заманның сұлуларына да берілген. Қазақша каналдың дамуына үлес қосып, лайк басып, комментарий жазып, видеоның соңына дейін қарап, жақындарыңызбен бөлісе отырыңыздар.